Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Бүгін біз қуырылған балық дайындайтын боламыз. Ал бисмилля деп бастаймыз. Менде сазан балығы. Мариновкасын жасаймыз. Тұзын, бұрышын салып, жақсылап араластырып, 1 сағатқа тындырып қоямыз. Тұзы, бұрышы сіңіп тұру үшін. Енді бұламық дайындайтын боламыз. Оған 1 жұмыртқа, жарты кесе су, тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұн саламыз. Жақсылап араластырыңыздар. Түйіршік қалмау керек. Қою масса болғанша ұн салып, жақсылап араластырамыз. Міне осындай масса шығу керек. Майымызды қыздырып, балығымызды саламыз. Бұл менің екінші пісіруім. Біріншісін пісіріп алдым. Осылайынан бұламыққа балығымызды салып алып қуырамыз. Міне біздің балығымыз қуырылуда. Сап-сары болып, өте әдемі болып қуырылуда. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер, өтінбейсіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Енді балығымыз дайын болған дегенше соусын дайындаймыз. Оған укропты майдалап турап, 1 сарымсағымызды, оны да майдалап тураймыз. Соусы өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасасаңыздар. Енді мен осындай томат салдым. 2 қасық. Және де 2 қасық су құйдым. Жақсылап араластырып, тұзын, бұрышын салып, жақсылап араластырдым. Міне біздің балығымыз да дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз болса рахмет. Тіркеліп кетеміз.